Бәріңе сәлем, менің атым Еркена, және сіздер менің арнамдасыздар. Бүгінгі видеода мен сіздердің маған жазған сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Және достар, маған 300 адам өзінің сұрағын жазған, сол себептен мен барлықтарыңызға жауап беріп үлгермеймін. Енді мен қазір маған ұнаған және де бұрын-соңды қойылмаған сұрақтарға ғана жауап беретін боламын, ал қалғандарыңыз ренжімеңіздер, екінші бөлімде жауап беруге тырысамын. Алғашқы сұрақты Аружан дейтін қыз қойып жатыр екен. Аружан, сәлем. Және сен мектепте мазақтайтындар бар ма? Сен оларды ұнатпайсың ба дейді. Я, ұнатпаймын, егер мені мазақтап жатса. Егер де былай танып, мен сен видеоны көремін, күшті деп айтып жатса, әрине ол маған ұнайды. Сен телефон жоғалтып көрдің бе дейді. Жоқ, мен телефон жоғалтып көрген жоқпын. Касалов дейтін ауданды білесің бе, және келіп көрдің бе дейді. Жоқ, мен ондай ауданды білмеймін, және барып көрген жоқпын. Келесі Альмира Қасымханованың сұрағы, хейтерлерге назар аударасың ба дейді. Жоқ, назар аудармаймын. Келесі Базарова Венера дейтін қыздың сұрағы, сәлем дейді. Венера, сәлем. Қыс мезгілі ұнайды ма? Я, жартылай ұнайды, жартылай ұнамайды. Тәтті тағамды ұнатасың ба дейді. Я, ұнатамын. Саған видео түсірген ұнайды ма дейді. Я, маған видео түсірген ұнайды, және мен одан жалықпаймын. Сенің достарың бар ма дейді. Я, мен достарым бар. Сыныбыңда қанша бала? Менің сыныбымда 30 оқушы. Және сен егер әлемдегі ең керемет видеоблогер болсаң, қандай сезімде болар едің дейді. Мен видео түсірем, видеоблогер болам. Және ең көп қойылатын сұрақтардың бірі жаңа канал менен жаңа ВК-ны неге аштың деген сұрақтар. Жаңа каналды өзіндік ашқан себептерім бар. Оларды бірақ мен сіздерге айта алмаймын. Енді мен осы каналда жұмыс жасаймын. Ол каналды тастаудың өзіндік бір себептері бар. Ал жаңа ВК-ны ашқан себебім, менің бұрынғы ВК-м взлом етіліп қалды. Одан кейін мен оны қайтып ашып алдым. И одан кейін оның номеріне бір нәрсе болып қалды да, ол ВК-ма мен кірген жоқпын. Енді мен жаңадан ВК аштым. Және кім білмейді, оны сілтемесі астында болады. Ая Назарованың сұрағы, егер достар аттарыңызда қате оқысам ренжімеңіздер. Сәлем дейді. Сәлем. Қандай түсті ұнатасың? Мен фиолетовый, сары, көк түстерді ұнатамын. Жалпы барлық түстерді негізі ұнай береді. Видео түсіруді қай кезде бастадың дейді. Мен видео түсіруді негізінен бұрыннан бері түсіріп келемін. Бұлай каналды ашып, осылай жұмыс жасағаным 2 жылдай болды. Ал бірақ мен негізі бұрыннан бері видео түсіремін, яғни кішкентай бір качествосы нашарлау бір сотка болды, и мен соған осылай видео түсіретінмін, жаңалық жүргіземін, сондай өзім кішкентай кезімнен камера алдында отырып сөйлеген ұнатамын, және бұрыннан бері видео түсіріп келем деуге болады. Бірақ мен жаңа каналды осы жақында ғана ашқандықтан олай бұрыннан бері айналысып жатыр деп айта алмайсың. Келесі Тұғынбекованың сұрағы, неге сенің каналының аты Зенаска деп аталды дейді. Оның ешқандай бір мағынасы жоқ, ондай ерекше бір нәрсесі жоқ. Жай ғана ол Еркеназ деген сөздегі Наска деп өзім осылайынан алдым. Зе деген ол жай ғана жұрнақ, солай Зенаска, просто өзімнің атыммен аталды десем де болады. Ешқандай мағына бермейді. Дильназ Ахетованың сұрағы, видео монтаждауда қанша уақыт кетеді дейді. Видео монтаждауға негізінен 1-2 сағаттай кетеді, бірақ та егер де ол монтаждауда қатты қажет ететін видео болса 3 сағатқа дейін кетіп қалады. Жұлдыз 04-ның сұрақтары, сен мектепке боянып барасың, или тек мерекелерде ғана ма дейді. Жоқ, мектепке боянып бармаймын, тіптен мерекелерге де боянып бармаймын. Новый годқа да мен боянып барған жоқпын. Почти. Назирам дейтін қыздың сұрағы, сәлем дейтін. Сәлем, Назира. Бірінші, бос уақытыңда немен айналысасың дейді. Мен бос уақытымда видео түсіремін. Сонымен қатар өзімнің бірнеше хоббиларым бар, солармен айналысамын. Сені не шабыттандырады дейді. Мені қалай, не нәрсе? Үшінші сұрағы, туған күнің қашан дейді. Менің туған күнім маусым айының 6 күні. Аянова 05 сұрағы, көлікке отырғанда жүрегің айныған кезі болды ма дейді. Я, егер де мен ұссы күні және де жол дұрыс болмаса, ұзақ жүретін болсам, ол кезде мен көлікте отырғанда жүрегім айныйды. Ондай барлығында да болады деп ойлаймын. Түзелбай Айгерімнің сұрағы, хоббиің не дейді. Менің хоббиім осы видео түсіру, және сонымен қатар тағы да бірнеше хоббиларым бар. Қараңғыдан қорқасың ба дейді. Я, қорқамын. Тағы да көп қойылатын сұрақтарға көшейік. Жасың нешеде дейді. Мен жасым 14-те, 2003 жылғымын. Және жігітің бар ма дейді. Жоқ. Менің видеоны монтаж ететін программның аты Video Pad, видео эдитор деп аталады. Және ол тек компьютердегі программа, мен компьютермен монтаждаймын.
Марина Гомес 86 дейтін қыздың сұрағы, каналының атын өзгерткім келе ме дейді. Ондай ой менде бастап болған, және мен оған басқа күшті ат таба алмадым, бірақ та маған Зенаска дейтін де атын айтты, сол себептен де мен каналының атын осылай қойдым. Ержан Асыл дейтін қыздың сұрағы, атыңды кім қойды дейді. Менің атымды үлкен папам қойды, яғни папамның ағасы қойды. Және Асыл сәлем. Аружан 38 дейтін қыздың сұрағы, сәлем дейді. Аружан сәлем. Шашыңның ұзындығы қанша? Мен шашымның ұзындығын білмеймін қанша екендігін, және не үшін атыңды Еркеназ деп қойды дейді. Оны қойған себебі еркелеп жүрсін, үйінің еркесі болсын деп, сондай мағынада қойған. Жакенова дейтін сұрағы, көшеде сенімен суретке түскен көрермендерің бар ма дейді. Мені бұлай мектепте танып жатады, бірақ та бүйтіп көшеде өйтіп тоқтатып суретке түспейді. Және бүгінгі видеода менің ең соңғы алған сұрағым, байдың баласы дейтін біреудің сұрағы, ютубтан ақша аласың ба дейді. Жоқ, мен ютубтан ақша алмаймын, жай өзіме видео түсіруге ұнайды, сол себептен де видео түсіремін. Болды достар, бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, менің атыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.